Ассалаумалейкум бәріне. Объект бізде Абай Правдада, Абай Алтынсаринада. Мына кісі сол құрылыстың иесі деп айтсақ болады. Енді бүгін уже екінші күн негізі экскаваторымыз жүріп жатыр. Бұнда қазір бүгін қуандық келіп тұр. Бұның алдында Нұрым кеп жұмыс істеп беріп кеткен. Ал енді ағаның бізге бір ауыз айтар сөз бар екен да. Өткен жолы бір жігіттер шақырыпты. Солар бұл объектті қалай болса да солай қазып бышын шығарып кетті. Қазір міне қуандық келіп жұмыс істеді, Нұрым істеді. Енді ағамыз енді таңғалып отыр да бір жағынан. Осы өстіпте жұмыс істеуге болады екен ғой деп осы кісінің көзі жетіп жатыр. Енді ассалаумалейкум аға. Алейкум. Есіміңіз кім болады сіздің? Атым Серік. Серік, иә? Ал енді Бұл сіздердің организацияларыңызды көріп, кешеде алдың күніде келіп екі трактор экскаватор жіберіп, бүгін контрольный жасап жатыр. Балалардың істеген мастерствосы өте жақсы, көңілге орынды. Деген еңбегін істегендері тура так полочке дегендей айбат жұмыс істеп жатыр. Жігіттерге рахмет. Ал енді өздеріңіз естіп тұрсыздар, мына клиенттің өзі солай бізге сондай айтып жатыр. Клиенттің өзі айтып жатыр, мен емес. Енді өздерің вывод жасаңдар, мен қазір кішкене материал түсірем. Қараңыздар, жұмысын қалай істеп жатыр. Бұл объектте жұмыс көп емес, аз ғана жұмыс, бірақ қиыншылықтары бар. Мына жерде котлован жар болған, соны былай дайы жасап түсіп кетті экскаватормен. Сосын мына жерде астында бетон құйылып тастаған екен, подушка. Соны сындырып алмай, мынаны тегіс қылып алу керек. В общем, бұл жұмыс сондай крупный емес, бірақ зато азғантай жұмыс, бірақ ювелирный жұмыс. Бұны сезіп отырып, сындырмай отырып, аккуратно жаңағы кішкенке, артық кішкенке қалдырмай отырып, дұрыстап айдап керек.
келдік осы объектке келген кезде ана жақтан грунт алып это сеуіп заезд жасап түсіп ана бұрышты алып қазір қайтадан шығып қайтадан заезд алып кетті болды сол жұмыс